Мындасың ба, Морти? Тыңда, менде параллельді әлемде бір шаруа бар еді. Маған сенің көмегің керек. Құдайым-ау, Рик, сен Фрэнкпен не қылдың? Айқын емес пе, Морти? Мен бұны қатырдым. Тыңдашы, Морти, маған шұғыл сенің көмегің керек. Бізге кетіп шұғыл жұмысты жасау керек. Өте маңызды жұмыс, Морти. Мен білмеймін, Рик. Қайтып сабақты қалдыра алмаймын. Сен алдыңда не тұрғанын елестете аласың ба? Мен мұны өзім көтере аламын деп ойлайсың ба? Құдайым-ау, жақсы. Тарихта мені іздемейтін болар. Фрэнк ше, оны жібіту керек емеспіз бе? Кейінірек, Морти, оған дым болмайды, кеттік. Сен босың, Морти. Мен басқа өлшемге кетіп бара жатырмын. Маған сенің көмегің керек. Құдай, Рик, сен Фрэнкпен не істеп тастадың? То басқа да белгілі ғой, қатырып тастадым. Тыңдашы мен, Морти. Маған сенің көмегің керек. Бұл жерден кетіп іспен айналысу керек. Бұл маңызды. Кеттік, Морти. Жоқ, Рик, маған сабақты жіберуге болмайды. Біз баратын жер мектептен әлдеқайда маңыздырақ. Мен оны жалғыз өзім орындай алады деп ойлайсың ба? Кеттік. Жарайды, Рик, тарихты өткізе салсам болады. Ал Фрэнк ше, мұзын ертуің керек емес пе? Сосын, Морти, онымен бәрі жақсы болады, ойнама. Кеттік. Әрең таптым ғой сені, Морти. Тыңда, менің басқа неше түрлі әлемдерде көп жұмыстарым бар. Сенің көмегің керек болып тұр. Ой, Мәрик, Фрэнкке не істеп салдың? Көріп тұрсың ғой, Морти, қатып тастадым. Енді тыңда, сенің көмегің керек, Морти. Бізге бұл жерден тез кету керек, Морти. Қалың жұмыс күтіп тұр. Маңызды жұмыстар, кеттік, Морти. Білмеймін, Рик, маған сабақтан қашуға болмайтын сияқты. Бұның бәрі қаншалықты маңызды екенін түсінесің ба, Морти? Сен не оның бәрін өзім жасай алады деп ойлайсың ба? Кеттік тез. Бопты, жарайды. Онда тарихтан қашу керек болады. Ал Фрэнкті қайтеміз? Оны қайттан ертпейсің ба? Онымен сосын айналсамыз, Морти. Бәрі дұрыс болады, kеттік tez. Sen öyle san gerizekalı Morty dinle. Diğer boyutlarda bazı işler yapmam lazım ve yardımın hiç de fena olmaz. Tanrım Rick, Frank'e ne yaptın Gayet açık değil mi Morty? Onu dondurdum. Şimdi dinle yardımın gerek. Hemen buradan çıkmamız lazım. Gidip bazı işler halletmeliyiz. Bu çok önemli. Bu çok önemli Morty. Hadi. Yine mi Rick? Bugün ben gelmezsem olmaz mı? Burası çürük yumurta dolu Morty. Burada sana verdiklerinin ben 10 katı daha mükemmelini sana öğretirim. Tanrım tamam. Sanırım tarih dersine girmezsem bir şey olmaz. Peki Frank'e ne olacak? Yani onu tekrar çözmem gerekiyor Bunu mu? sonra da halledebilirim Morty. Ona bir şey olmaz. Hadi gidelim. Aman tanrım. Frank Paleski'nin yanından geçeceğim. Kızlar bu hikayeye bayılacaklar. Merhaba Frank.